Күні кеше Дмитрий Карбышев атындағы нөмірі 16 орта мектебінде қала мектептерінің ата-аналары арасында күшіміз бірлікте, рухымыз ұлттық ойындарда атты қалалық спартакиада өтті. Дүниежүзілік денсаулық күніне орай ұйымдастырылған бұл шара білім бөлімінің қолдауымен жүзеге асырылды. Спартакиада нөмірі 16 орта мектептің 80 жылдық мерейтойы аясында ата-аналардың бастамасымен жоспарланған және ұлттық мұраны сақтау мен дамыту жолындағы маңызды қадам болып табылады. Спартакиаданың басты мақсаты ұлттық спорт түрлерін дәріптеу, ата-аналар арасындағы бірлікті нығайту, салауатты өмір салтын насихаттау және ұлттық мәдени мұраны ұлықтау болып табылады. Сонымен қатар аталмыш жарыс өскелең ұрпақты ұлттық ойындармен таныстыруға және ата-аналардың қоғамдық өмірге белсене қатысуын арттыруға бағытталған. Тараз қаласы Дмитрий Михайлович Карбышев атындағы нөмірі 16 орта мектебінің ата-аналарының бастамасымен біздің мектебімізде 80 жылдығымызға орай осындай қалалық іс-шара өтпекші. Ол іс-шарада спорттық іс-шара ата-аналардың арасында бүткіл мектеп, қала мектептерінің ата-аналарының арасында спорттық іс-шара. Бұл іс-шараның мақсаты ата-аналар мен мектептің арасындағы ынтымақтастықты нығайту. Жарысқа қатысушылар арқан тарту, асық ату, қол күресі, бес асық, ләңгі тебу және қазақ күресі сынды ұлттық спорт түрлерінен бақтарын сынады. Әрбір ойын қызықты әрі тартысты өтті. Қатысушылар өздерінің күш-жігері мен шеберліктерін көрсетті. Бүгінгі іс-шара күшіміз бірлікте, рухымыз ұлттық ойындарда қалалық спартакиадасына қатысқалы келдік қатысуға. Жалпы бұл іс-шара негізі өте жақсы. Қазіргі ұлттық ойындарды дәріптеу, сондықтан сонымен қатар салауатты өмір салтын қолдау, ата-аналар мен мектеп әкімшілігі, мұғалімдер арасында ынтымақтастықты күшейту ретінде жасалып жатқан іс-шаралар осындай көбірек болса, өйткені біз ата-ана ретінде қатысып, өзіміздің балаларымызға үлгілі жаңағы бір өнегелі осындай өнер, ұлттық ойындарда үйретіп, сол жағынан үйретсек, жақсы болады деген үміттеміз. Осындай іс-шаралар көп болса, жақсы болады. Айта кетейік, жарысқа ұлттық спорт түрлері бойынша білікті жаттықтырушылар төрелік етті. Спартакиада қорытындысы бойынша жеңімпаздар кубоктармен, медальдармен және грамоталармен марапатталды. Барлық қатысушыларға алғыс хаттар табысталды, ал ерекше белсенділік танытқандар арнайы сыйлықтарға ие болды. Эльнара Антықбаева, Әлімжан Ақбаев, Азамат Бескенов, 7-7 News.